армысыздар құрметті каналымыздың көрермендері. Бүгіннен бастап біз жаңа нұсқаулықты бастаймыз. Яғни бұрын қалай болған? Бізде тоқтай енді нұсқаулықтарын қарайтын едік. Ал ендігіден бастап белгілі бір уақыт аралығын қараймыз. Ал бұл видео бойынша біз отағасылықты бастаймыз. Енді бастай кетсек, бірінші сұрақ. Қидандардың 10-шы ғасырда батысқа қарай жылжыған бір бөлігін атауы дейді. Яғни бұл дегеніміз қалай? Бізде негізі айтып кеткендей, қидан дегеніміз бірінші түсінуіміз керек. Қидан деген не? Қидандар бізде олар қара қытайлар. Қара қытайларды бүйтіп жасасам, қара қытайлар. Қара қытайлар, және ол қара қытайлар негізі бізде дұрыс жауабы ол А болу керек. Яғни А жауабы. Бізде олар қалай болған? 10-шы ғасырда олар өздері мемлекеттерін құрады, Ляо мемлекеті, және де ол бізде 1125 жылға дейін өмір сүреді. Одан кейін олар Қадахан мемлекетінің территориясына, аумағына кіре бастайды. Ал келесі сұрақ. 12-ші ғасырда қазіргі Түркістан қаласының сопылық ілімінің насихатшы болған ғұлама. Яғни бұл бізде барлығымыз білетіндей, негізі баласағұн үй болмайды. Өйткені Құтат Хубілік деген еңбегін жазған, бірақ ол сопылықпен байланысты емес. Ахмет Әгөнекей Дож болмайды, өйткені ол ақиқат сыйын жазған, және де ол шығарма, ол сопылықпен байланысты емес. Ахмет Қашқари болуы мүмкін еді, бірақ ол да келмейді. Ол ғалым, Бируниде ғалым. Сонда жалғыз жауап Д болады. Ахмет Яссауи, яғни сопылық ілімі, суфизмді Түркістанда насихатшы болған. Үшінші сұрақ. Оғыздардың Жетісудан Сырдария бойынша ағысуына ықпал еткен негізгі себеп. Енді ойлап көрейік. Оғыздардың өмір сүрген кездері бұл бізде 9-шы ғасыр. 9-шы ғасыр мен негізі 11-ші ғасыр. Логикалық тұрғыдан ойласақ, 11-ші ғасырдың аралығында, яғни бұл кезде қидан мемлекетінің құрылуы болмайды. Өйткені айтып кеткендей оның үстінде олар 10-шы ғасырда ғана енді ғана құрылған, ал 11-ші ғасырда оғыздар құласа, ол вообще байланысты емес. Салжұқтардың күшеюі негізі болуы мүмкін еді, бірақ бұл жетісу деп тұр. Жетісу. Яғни империяның соңғы кезеңдері емес, енді ғана құрыла бастаған кезеңі. Яғни бұл салжұқтар емес. Киев Русінің қысымы. Мүлдем қате, олар кезінше олармен қарым-қатынас жақсы болған. Қимақ қағанатының құрылуы дейді. Негізінде болуы мүмкін еді, бірақ ол да емес. Сонда жалғыз дұрыс жауап Қарлұқ қағанатының құрылуы болып табылады. Яғни бұл дегеніміз қалай? Батыс түрік қағанаты, яғни батыс түрік емес, яғни түргеш қағанаты құлағаннан кейін, түргеш қағанаты дейік. Түргеш қағанаты құлағаннан кейін, оның мұрасына көптеген мемлекеттер үміткер болған, яғни мұрасын алу үшін. Және де осы жаңағы территорияда, Жетісу аймағында ең жаңағы мықты тайпалар екеуі болған, ол оғыздармен, біреу оғыз болса, біреуі қарлұқтар болған. Көріп тұрғандарыңыздай, биліктің барлығын қарлұқтар алып қойған. Сол үшін оғыздар Сырдария аумағына көшуіне тура келген еді. Келесі сұрақ. 7-ші ғасырда екіге бөлінген мемлекет. Яғни бұны сіздер қарапайым жатқа білулеріңіз керек, бұл жауапты дұрыс жауабын. Яғни 7-ші ғасыр дегеніміз, бұл дегеніміз 600-ші жылдар. 600-ші жылдарда құлаған жалғыз мемлекет, бұл бізде батыс түрік қағанаты. Дұрыс жауабы Б. Яғни 603 болып табылады. 603 жылы. Келесі сұрақ. 11-ші ғасырда қимақтар туралы жазған парсы тарихшысы. Яғни бұны көрсем де болады, яғни құқықта жиі бұл ат келіседі. Бұл бізде Гордезий болып табылады. Ибн Фадлан деген ол негізі Әл-Мустуди, Әл-Марвази, Әл-Жахиз, ол негізі араб нелері болған. Және именно араб, онымен осы парсы тарихшысы именно қимақтар туралы жазған Гордезий болып табылады. Дұрыс жауабы. 6-шы сұрақ. Қимақтар 7-ші ғасырдың басында мекендеді. Бұл бізде, яғни білетіндеріңіздей, көптеген тайпалар басында Қазақстан территориясында емес, керісінше Моңғолия
Моңғолия территориясында болған. Моңғолиядан кейін біздің Қазақстан жеріне көшкен. Қазақстан жеріне көшкен. Яғни осы тайпалардың бірі қимақтар болып табылады. Яғни бұл дегеніміз не? Ол бізде дұрыс жауап оңтүстік Қазақстан емес, Алтай Балқаш емес, Тарбағатай Алакөл аймағы да емес, Моңғолия шығысы немесе Моңғолияның солтүстік батысы. Екі вариант қалып тұр. Яғни соңғы дұрыс вариант бұл Б бізде. Яғни сіздер просто жатқа білулеріңіз керек. Жетіншісі, қалан салығының мағынасы. Қалан салығының мағынасы бұл бізде жауап Д болады. Жер көлеміне байланысты егіншілерге салынатын салық. Яғни айтып кеткендей, бұндай сұрақтарды сіздер жатқа білулеріңіз керек. Білесіз немесе білмейсіз, одан басқа жауап жоқ. Сегіз қимақ мемлекетінің астаналары. Бұны да жатқа білу керек. Яғни мысалы қимақ мемлекеттің астанасы, яғни бұл Қазақстан территориясы болса, және де қимақтар негізі жалпы орталық және солтүстік шығыс территорияда алған қимақтар. Яғни Қарағанды бөлшегі, қазіргі Павлодар облысы осы территорияда алған қимақтар. Және де оған қарай отыра бізде орта сығанақ емес екенін түсінеміз. Есбенжап сайрамда емес, өйткені олардың барлығы оңтүстікте. Алмалық сарайшық десек, ол да қате, өйткені алмалық бізде білетіндеріміздей Алматы облысының аймағында қарай. Жамкелес екі оғызда емес. Соңғы вариант Имақияқ Карантия. Яғни Карантия сөзін карантин деп жаттап алсаңыздар да болады. 9-шы сұрақ. Орта ғасырларда қыш құмыра жасайтын шеберханасы болған қала. Қыш құмыра дейді. Бұндағы дұрыс жауап бұл бізде Отырар. Дұрыс жатқа білулеріңіз керек. Құтадғу білік еңбегін жазылған уақыт дейді. Яғни бұны дұрыс жауабы негізі бізде Д болып табылады. Оның авторы бізде Жүсіп Баласағұни. Жүсіп Баласағұни, яғни 1000-шы жылдарда өмір сүрген, 1000-шы жылдар дегеніміз 11-ші ғасырда. 11-ші сұрақ. 15-ші ғасырдың екінші жартысында Қазақ хандығы Шайбани хан, Темір ұрпақтары Моғолстан билеушілерінің арасында талас тартыстың негізі дейді. Яғни бұл сұрақ өте оңай. Осы кезде Ұлы Жібек жолы өте қатты дамыған еді, және де Ұлы Жібек жолы Қазақстан территориясын ала кетсек, және де Мавреннахрды алсақ, және де осы территориядан именно осы оңтүстік аймақ пен Мавреннахрдың Ұлы Жібек жолы өткен. Және Ұлы Жібек жолында осы жерде Сырдария, Әмудария болған. Яғни осы айтып кетсек, Сыр бойындағы қалалар, яғни осы Сыр өлкесінде қалалар Ұлы Жібек жолы өткеніне байланысты өте қатты танымал болып, өте қатты экономикалық жақтан дамыған еді. Осыған байланысты бізде дұрыс жауап С болады. Сыр бойындағы қалалар үшін өте қатты күрестер болған. 12-ші сұрақ. Орта ғасырларда Шығыс Дешті Қыпшақ аумағын өмір сүрген мемлекет дейді. Бірінші қарабақ орта ғасырда деп тұр. Шығыс Дешті Қыпшақ дегеніміз бұл біздің қазіргі кездегі Қазақстан территориясы. Яғни қазір Қазақстан аумағымен бір. Одан кейін сол кезде өмір сүрген мемлекеттер дейді. Бұл бізде Шағатай ұлысы, Керей ұлысы болуы мүмкін негізі. Одан басқа бізде қандай варианттар бар? Қазан хандығы Алтын Орда. Жоқ, Қазан хандығы Ресей аумағында орналасқан. Ақ Орда Әбілқайыр хандығы болуы мүмкін. Шағатай ұлысы, Керей ұлысы белгілі бір территориясы кірді, бірақ толықтай Шығыс Дешті Қыпшақта өмір сүрген жоқ. Сібір хандығы Ноғай ордасы емес. Ол да қазіргі Ресей аумағында орналасқан. Моғолстан Әмір Темір дейді. Әмір Темір Мавреннахрда болды, сондықтан ол да емес. Сонда дұрыс жауап соңғы Б қалып тұр. Дұрыс жауап. 13-ші сұрақ. Түргеш қағандығының тәуелсіздігі үшін үш жақты күрес жүргізген қаған дейді. Яғни бұл дегеніміз қалай? Бұл қағандықты алсақ, негізі бізде Шегу емес. Шегу қаған ол батыс түрік қағанатының хандығы. Құтжарды болуы мүмкін, Сұлу Жыпыр болуы мүмкін. Үшілік қаған емес, өйткені ол керісінше Түргеш қағанатын құрған, Қытайдан тәуелсіздік алған. Сонда соңғы варианттар үшеуі қалып тұр. Яғни бұл үшеуінен қайсысын таңдаймыз? Негізі бұл дұрыс варианты Сұлу болады. Сұлу қаған кезінде бізде өте қиын кезең болған. Оған бір мезетте оларға Қытай соғыс ашты, бір мезетте оларды араб
арабтармен қарсы соғыс болды, және одан басқа шығыс түрік қағанатымен соғыс болған еді, яғни сұлу қаған болған. Б вариант дұрыс. 14-ші сұрақ. 16 ғасырдың орта шенінде Өтеміс қажы жазған шығарнама. Бұнда бізде дұрыс жауап жалғыз Шыңғыснама болып табылады. Тарихи Рашиди жазған бізде Дулати болып табылады. Құрат Құлболды Жүсіп баласағұн, түрікмен шежіресі Әбілғазы Баһадүр, жылнамалар жинағы, қателеспесем, ол бізде жазған атын ұмыттым өкінішке орай. Кешірім өтінемін, бірақ дұрыс жауап В. 15-ші сұрақ. Керей мен Жәнібек бөлініп кеткен хандық. Бұл бізде Сібір ханы болмайды, Моғолстан болмайды, Ноғай ордасы емес, және Алтын Орда емес. Сонда дұрыс жауап көшпелі өзбек мемлекеті. Яғни ол қалай? Әбілқайыр хандығы кезінде, яғни сол шығыс Дешті Қыпшақ территориясында, Қазақстан аумағында сол кезде Әбілқайыр хандығы болған. Әбілқайыр хандығына көптеген жүздер, қалай айтсам болады, наразы болып, осыған байланысты Моғолстан территориясына көшіп кетеді. Олардың көпшілігі. Олардың жаңағы бастама берген, басшы болған Керей мен Жәнібек болған. 16-ші сұрақ. Орта ғасырларда Жетісу жеріндегі қала. Бұны яғни сіздер жатқа білулеріңіз керек, қандай қалалар қай аумақта орналасқан. Яғни бұл бізде Жанкент оңтүстік территориясында орналасқан, Женітте емес, ортада оңтүстік аумақта орналасқан, Сығанақ та емес, оңтүстік аумақта ол. Сонда жалғыз дұрыс жауап Құйрық болып табылады. 17. Қазақ хандығын басқарған Шығай ханның ұлдары. Шығай хан негізі білетіндеріңізде көп жыл өмір сүрген жоқ қой, көп жыл хан болған жоқ, тек қана 2 жыл ғана болды. Бұл дегеніміз 1580 және де 82 жылдар аралығы болған еді. 2 қана жыл. Одан кейін бізге таққа оның баласы Тәуекел келді, және де есім келді. Бұл жауап Е. 18-ші сұрақ. Алтын Орда күшейіп гүлденді. Бұл бізде Шейх Ахмет ол ең соңғы хан болды. Ол кезде барлығы құрады. Мамай кезінде болуы мүмкін еді, бірақ ол 1380 жылы Дмитрий Донскойдан Клюкова деген шайқаста жеңіліп қалды. Тоқтамыс хан кезінде де емес, ол Әмір Темір тиге ұтылып қалды, және де соңғы дұрыс жауап Б. Өзбек хан кезінде. Айтпақшы, Бердібек ханы кезінде де болуы мүмкін емес, өйткені ол Жәнібекті өлтіріп, ұлы дүрбелең басталды. 19-ші сұрақ. Көшпелілер түнгі жол бағытын қалай анықтаған? Бұл әрине барлығыңызға түсінікті. Бетін басқа қаратып емес, күн мен айға қарап емес, яғни болуы мүмкін еді, бірақ ол да емес. Сонда дұрыс жауап жалғыз жұлдыздарға қарап. Ата-бабамыз бізде жұлдыздарды өте қатты білген, және де оларда астрономия өте қатты дамыған еді. Соңғы сұрақ. Жайық өзенінің, бұл мәтінді тоқтай оқып бітсеңіздер, бұл мәтінде жаңағы белгілі бір не берген, отағасыздық мемлекет, және де оның дұрыс жауабы Ақорда болып табылады. Жалпы тоқтай видеоны көргендеріңізге және де уақыт бөлгендеріңізге көптеген алғыс рахмет. Келесі кездескенше.